басталғалы да біраз уақыт болды. Жаттықтырушы қатал. Әр күнде қатты шаршаймын. Бірақ өзіме ұнайды. Күшім артып, соққыларым да күшейіп келе жатыр. Бүгінгі жарыста жеңіске жетіп, арманыма жақындағым келеді. Айтпақшы, түнде бір әдемі түс көрдім. Ақтөс, сен де менің тілеуімді тілерсің. Бекзат, таңғасыңды іше ғой. Анашым, мен түнде бір ғажайып түс көрдім. Қандай түс? Түсімде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жүр екенмін. Әппақ сақалы мына жерге келген бір ата маған бата берді. Қолымды жайып батасын алып бет сипадым. Сосын ата менің мойныма медаль тақты. Қуанып ояндым. О, жақсы түс екен. Жарыста жүлделі болады екенсің. Керемет қой, өңімде де сол медальді мойныма тақсам деймін. Мен саған сенем, құлыным. Қараш, өзің еккен талдар да өсіп қалыпты. Сен сияқты. Алдындағы жарыстан жүлделі болғандар бүгін сайысқа шығады. Охо, қандай керемет, тамаша. Мен жеңетін болам. Көрерміз. Көптен бергі жаттығудың шынайы нәтижесін көретін сәт жетті. Әйгерім, бүгін Бекзаттың жарысы өтеді. Бірге барсақ қалай? Шынымен бе? Кетті ендеше. Ол Маратпен түспекші. Неге Марат? Басқалар да бар емес пе? Екеуі ақтық мәреге жетті ғой. Олардың қол күрескен сәті есіңде ме? Бекзат оған түбі бір жеңетінін айтқан болатын. Енді сәті түсті. Қалай ойлайсың? Марат жарыста әділ бола ма? Білмеймін. Одан ештеңе күтпеймін. Марат! Боксқа қатысушылар 1,5 минуттан 3 раунд жекпе-жек өткізеді. Оң жақта Марат, сол жақта Бекзат. Дайындал. Бокс. Жарайсың. Бекзат, ұр. Марат! Тамаша! Бекзат! Ұр! Қалай екен? Өзің сұрап алған жұдырық. Бекзат! Марат ұпаймен жеңіп жатыр. Дайындал. Бекзат! Бокс. Бекзат ұпаймен алға шықты. Жарайсың. Керемет соққы. Бекзат! Жарайсың. Бет алыстарың жаман емес. Жарайсың. Тамаша. Жеңіске керек тағы бірдеңе бар. Сенім. Біз де жеңіске деген үлкен сеніммен талпынсақ, кез келген жерде жеңіске жетеміз. Дайынмын. Дайындал. Бокс. Мә саған. Мә саған.
жасаған. Ағай, жеңіз! Құтты болсын, Бекзат! Ой, Марат жеңіп қалды. Құтты болсын, балам. Балапаным сол. Бүгінгі түсің шындыққа айналды. Құттықтаймын, Бекзат. Рахмет, Марат. Сен мықты қарсылас болдың. Жақсы дайындал, бірге жетістікке жетейік. Әрине, міндетті түрде. Марат та жеңілсін мойындайды екен ғой? Я, жарайсың, Марат. Жеңілсін мойындаған да бір жеңіс. Бәрекелді. Бекзат, жарайсың. Сенің жеңетініңе күмәнданғаным рас. Бірақ сен бүгін мені таңғалдырдың. Бұл сіздің еңбегіңіз. Рахмет сізге. Мақсатқа жету үшін тоқтамай жаттығамын. Мақсатқа жету оңай емес. Алдыңнан әлі талай кедергілер шығады. Тек сен мойыма. Яке, міндетті түрде чемпион боламын. Бекзат! Осылайша бала Бекзат өзінің бокс жолын бастады. Есейе келе, Бекзат Саттарханов 15 жасында өзінің алғашқы үлкен жарысында Түркістан қаласында топ жарады. Ал небәрі 5 жылдан кейін Сидней Олимпиадасында алтын медаль еншілеп, Қазақстандағы алтын медаль жеңіп алған алғашқы спортшы атанады.